Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі дәмді монастырская изба деп аталатын торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің жаңа рецептілерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Ол үшін қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, сүт, сұйық май, қант, тұз, ұн және де мұздатқышта сақталған шай қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Және де үстіне шым тұз, қант, осы ингредиентімізді жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне сүтімізді құйып, ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің сұйық ингредиентіміз де дайын болды. Келесі кезекте қызып тұрған тавамызды ең алдымен майлап, содан соң кезекпе-кезек құйып, құймағымызды табада пісіріп шығатын боламыз. Толықтай пісіріп дайындап алған құймақтың ортасына шиелерді сала отырып орап шығамыз. Және де 3 қатар етіп, бірінің үстіне бірін салып шығатын боламын. Дайындап алған соң 1 стакан қаймақтың үстіне 2 шай қасық секерін салып, араластырып, үстіне жағып шығатын боламын. Және де қалауыңызға қарай шоколадты ерітіп, осылай үстіне жағып шықсаңыздар болады. Міндетті түрде сізде дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Өте тез дайындалады әрі өте дәмді шығады.